Саламатсыңдар ма балалар? Дүниетану сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қауіпсіздік ережелері. Сабағымыздың оқу мақсаты күнделікті жағдаяттардағы, үйде және қоғамдық орындарда қауіпсіздік ережелерін түсіндіру. Тақырыбымызға өтпес бұрын үй жұмысын серпілген сауал әдісі арқылы тексеріп алайық. Дескриптор бойынша үй жұмысының дұрыстығы 4 балл арқылы бағаланады. Ал балалар, сабақтың оқу мақсатына сәйкес бағалау критерийлерін атап өтейін. Бірінші, табиғаттағы, көшедегі, тұрмыстағы адам өміріне қауіпті жағдайларды анықтап, қауіпсіздік ережелерін айта алады. Екінші, қауіпті жағдайларға байланысты жағдаяттық сұрақтарға жауап бере алады. Және соңғысы, қауіпті жағдайларда хабарлауға тиісті мекемелердің телефон нөмірлерін айта алады. Балалар, енді газдан сақтану жолдарын атап өтейік. Газ түссіз, көзге көрінбейді әрі улы. Сондықтан газдың ашық қалмауын үнемі тексеріп жүру керек. Мына суретте қыз баланың айналасынан қандай қауіпті жағдайларды байқадың? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл қыздың айналасындағы барлық зат қауіпті. Пышақ, қайшы, дәрі-дәрмек, сіріңке, ине жіп, электр заттары, сірке суы адам өміріне өте қауіпті заттар. Оқушылар, келесі тапсырмамызға көшейік. Дұрыс немесе дұрыс емес әдісі арқылы топтық жұмыс жасаймыз. Бірінші топ өрт сөндірушілер. Оқушыларға суреттер таратылады. Осы суреттерді екі бағанға сәйкесін тауып, ажыратып жазуымыз керек. Бірінші топқа тапсырманы дұрыс орындағанына қарай 4 балл беріледі. Енді екінші топтың тапсырмасын айта кетейін. Үйдегі қауіпті заттарды анықтап, кестелерді толтыруымыз керек. Яғни дұрыс немесе дұрыс емес. Балалар, бұл тапсырманың дескрипторына қарай, тапсырманы дұрыс орындаған болсаңдар, 4 балл беріледі. Үшінші топқа ереже құрастыру тапсырмасы беріледі. Яғни сендерге алдымен суреттер беріледі. Осы суреттер қандай мағына және қандай жағдайда қажет екенін анықтауларың қажет, және оны сомдап берулерің қажет. Үшінші топтың тапсырмасына қарай дескриптор мынандай болады. Білім алушы суреттер қандай мағына және қандай жағдайда қажет екенін анықтап, сомдап ойын еркін жеткізе алғаны үшін 4 балл беріледі. Балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз бойынша саралау тәсілдері мынандай. Бірінші топқа мынандай тапсырма беріледі. Суреттер сөйлейді. Топтас ойлан әдісі. Дескриптор. Білім алушы суреттерге қарап, топтарға бірігіп, сөйлем құрастырып жазады. Тоқ көзі байланыстарын кішкентай балалардың қолы жетпейтін жерге орналастырады. Балаларды үйде қараусыз қалдыруға болмайды. Өрт болған жағдайда 101 нөміріне қоңырау шалады. Техникалық құралдарды қолдану ережесін біледі. Көркем еңбек сабағында қауіпсіздік ережелерін сақтайды. Яғни осы дескриптор бойынша орындалған тапсырмаға 2 балл беріледі. Саралау тәсілі ретінде екінші топқа ассоциация құрау тапсырмасы беріледі. Тапсырманың дескрипторы. Білім алушы үйдегі қауіпті заттар. Пышақ, қайшы, ине, тоқ көздері, сіріңке, жылу жүйесі екендігін жазуы керек. Тапсырма дұрыс орындалған болса, 4 балл беріледі. Ал үшінші топқа сәйкестендіру саралау тәсілі беріледі. Яғни суретке қарап, тиісті белгіні қою керек. Тапсырманың дескрипторы. Білім алушы суреттерді дұрыс сәйкестендірген болса, 3 балл беріледі. Келесі тапсырма 3 топқа беріледі. Ойлан, бірік, бөліс әдісі арқылы театрда, саябақта, жолда жүру ережелерін құрастырып жазады. Ережелерді жазған болатын болса, 1 балл беріледі. Балалар, мына суреттерге қарап, адам өміріне қауіп төндіретін заттарды белгілеңдер. Тапсырманың дескрипторы адам денсаулығына қауіпті заттарды табады. Егер дұрыс тапқан болсаңдар, сендерге 2 балл беріледі. Балалар, сендер білесіңдер ме? Топтарының аттары қандай? Осы нөмірлерге қандай жағдайларда хабарласу керек? Ал енді алдымыздағы телефонмен хабарласып көрейікші. Өте дұрыс, балалар, жауаптарың өте керемет. Осы тапсырманың дескрипторы мынандай. Бірінші, сұрақтарға жауап береді. Екінші, тиісті орындарға хабарласады. Тиісінше дұрыс жауаптарыңа 1 балл беріледі. Балалар, сабақты қорытындылай келе, қол белгісі әдісі бойынша
кері байланыс жасайық. Бас бармақты көтерсеңдер, өздеріңді қалай сезінгендеріңді айтасыңдар. Баланы үйректі көтерсеңдер, басқаларға көмегім тиді ме деген боларсыңдар. Ортан теректі көтерсеңдер, бүгінгі көңіл күйім қандай болды деген сұраққа жауап бересіңдер. Шылдыр шүмекті көтерсеңдер. Балалар, сабағымызды қорытындай келе, қол белгісі әдісі бойынша кері байланыс жасайық. Бас бармақ, балан үйрек, ортан терек, шылдыр шүмек, кішкентай бөбек саусақтарыңды көтеру арқылы өздеріңді қалай сезінгендеріңді, басқаларға көмектерің тигендігі, бүгінгі көңіл күйлеріңді, сабақтан ұнағандарыңды және бүгін не үйренгендерің туралы айтуларыңа болады. Ал енді оқушылар үй тапсырмасына 53-ші беттегі мәтінді оқуға беремін. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабағымыз өз мақсатына жетті. Сау болыңдар.